мінекей ошы бөлу 2-ге. Мінеошымыз 12-ні бөлдік 2-ге. Біз міне қарап тұрсаңыз 12-ні алдық та тура осы жерге осылай салып белгілеп алдық. Міне белгілеп алдық. Енді біз мына қағазымыз екеу қыздар, қараңыз. Алды артын біз бірдей пішіп аламыз. Мына жерден 3 сантиметр аламыз. Міне 3 мына жерге келді. Енді осыны осы жаққа бүйтіп сызып аламыз. Алдын кейін көрсетемін оны. Міне енді бізге иығы керек. Бұлай иық керек. Иығымыз 6-да 5 деген еді, мен 7 қып алдым. Міне 7 мына жерден болды. Біз мына жоғары жағын 2,5 немесе 3 сантиметр аламыз. Міне мен 2,5 сантиметр алдым. Негізі 3 сантиметр алсаңыз да болады. Мына жерге шейін біздікі 7 сантиметр болды. Енді біз қолтық арасын аламыз. Қолтық арасы бізде міне 15 алдым. 15 сантиметр. Міне 15 алдық. Осы 15-ті осы жерден сызып аламыз. Бұл 15-іміз бізге размері шығатын болды. Размерді осы жерге саламыз. Міне. Сонда бұл жерде оғы бөлу 2-ге дейміз. Оғымыз біздің 24 болды. 24-ті 2-ге бөліп саламыз. Міне мына жерде қыздар 15 сантиметр алдым. Қайта өлшеп көрсетейін. Міне бұл қолтығының айналасы болады. Міне 15 алдық. Енді оғы 24. Міне жерден 24 тауып аламыз. Сөйтеміз да бұны бөліп саламыз. Міне бөліп салғанда біздікі осы жерге келді. Енді бұл детский көйлектерге бөлекше 3 сантиметр қосамыз. Міне қосып алдық. Бөлек қостық. Бірінші мынаны бөліп салдық. 12 болды. 12 мінерге шейін келді. Бөлек 3 қостық. Енді мына иықтан біз төмен қарай сәл қиғаштау алып, бұл жерден түсіріп шығамыз. Міне түсіріп алдық. Енді осы жерді жұмырлап қолтығының несін ойып аламыз. Міне қолтығымызда шықты. Мына жер 1 сантиметр немесе 1,5 сантиметр болады. Қазір көрсете салайын қанша болғаны. 1,5 сантиметр болып тұр. Міне 1 и 5. 1,5 сантиметрде алдық. Міне болды. Кеудесі қолтығының қасына шейін болды. Енді біз осы жерден біз жадағайымыздың ұзындығын аламыз. Міне. Егер бойы ұзын болса, міне бойы ұзын болса, бойына қарап аласыздар. Мен 40-45 қып алдым. Міне 45 мына жерге келді. 45 осы жерге келді. Міне келген жері мынау болды. Біз осыны былай сызып аламыз. Міне сызып алдық. Енді біз мынау трапециялау алуымыз керек. Міне көрініп тұр өзі. Қанша трапеция қылсаңыздар да осылай сызып аласыздар. Міне өте әдемі болды. Бірақ мына жерден 1 сантиметр алып, бұны сәл былай аласыздар. Міне. Енді мына жақтан 1 сантиметрдей біз не аламыз? Запас аламыз. Тігуге аламыз да. Міне болды осы. Әзір қырқып аламыз. Содан кейін мен сіздерге алдыңғы жағын көрсетем қалай болатынын. Екеуін бірдей қырқатын боламыз. Міне етегінен бастаймыз. Міне анық көрініп тұр деп өзім ойлап тұрмын. Иығын аламыз. Мойнын оямыз. Мына алды артын бірдей алып алдық. Енді мына қолтық түбін аламыз. Жерлердің бәріне запас тастаудың қажеті жоқ. Міне алып алдық. Енді қарап тұрсақ, бізге алды керек. Бүйтіп алғанда, мынаны біз арты деп алып былай қойып алайық. Енді бізге алдын пішеміз. Алдын пішу үшін
алдында бізде планка болады. Біз бұл планканы мына жерден бастап көкірекке шейін сызып аламыз. Көкірегіне шейін сызып алдық. Енді қыздар, бұны бұрыш қылып алуға болмайды. Сол үшін мынаяқтан плавный былай жібере бересіздер. Өйткені бұл жерге бізде планка қосылады. Мен қолымнан үстіп сызып алдым. Өте әдемі болды, көрсеңіз. Енді бұны кесеміз. Плавный бет кесіп тастаймыз. Бұл алды. Мынау арқасы. Қазір бұны сүртейін. Мына қараңыз. Мынау арқасы, мына алды болды. Бәрі бірдей осылай тұрады. Тура осылай болады. Бірақ егер алдын сәл ойып алуға болады. Мына жерден қараңыз қыздар. Алдыңға жағындағы шығысы нелеу болады ғой. Пол сантиметр мен ойып тұрмын. Пол сантиметр ойдым. Сонда бұл бұлай болып тұр ғой енді. Мынаяқта көрініп тұрсын деп салғаным ғой. Көрдіңіздер, тура осылай алды артын бірдей ала саласыздар. Енді біз жең пішеміз. Біз қазір жеңін саламыз. Жеңін салу үшін бізге жеңнің ұзындығы керек. Жеңіміздің ұзындығы 30 сантиметр. Енді өздеріңіз бала шағаларыңызды өлшеп саласыздар. Қайтаруына қосуға болады. 30 алдым мен. Енді бұл жерді сызып аламыз. Мына жерге жазып қоямыз. 30 сантиметр ұзындығы болды. Енді біз мына жоғарғы бастан, мына жерден, осы жерден біз 10 сантиметр аламыз. 10 сантиметр аламыз. Белгілеп алдық. Осы 10-ды былай қарай сызамыз. Бұл жерде бізде жеңнің ширинасы болады. Қағазымызды 2 бүктеп аласыздар қыздар. Менікі 2 бүктелген. Мына жер мен мына жер 10 сантиметр болды. Енді бізде ширина рукава дейміз. Ширина рукавасы 17. Осы 17-ні өшерге ешқандай бөлмей саламыз. 17. Мына жерге келді. Бізде 1 сантиметр тігіске қалдырып тұрмын. Енді осы жерді біз үшбұрыш сызып аламыз. Бүйтіп сызып алдық. Бұның дәл ортасынан аламыз да, мына жерден де 1 сантиметр алып, жоғары көтеріп, мынаған қосамыз. Мына жерден де 1 сантиметр алып, осылай түсіреміз. Осы жердің бәрі 1 сантиметр жетеді қыздар. 1 сантиметрден осылай пішіп алдық. Енді жеңнің ұзындығын салдық. Бұны сәл қиғаштау алсаңыздар болады. Егер жеңнің ұзын істеймін десеңіздер, өздеріңізге байланысты бұлай созып ала беруіңізге болады. Мына жағынан біз 1 сантиметрден запас алып алдық. Мына жерден қайтаруға алсаңыз болады. 2 сантиметр ма, 3 сантиметр ма, өздеріңіз білесіздер, қанша қайтарсаңыздар да. Түсінікті болды, мынаяқта плюс қайтару үшін біз алдық 2 сантиметр. Тура осылай пішеміз. Қазір мен сіздерге бұны қырқып көрсетемін. Біздің қағазымыз 2 қабат болған. Қазір бұны қырқып аламыз. Қыздар қырққан кезде мына жақтан осыны осылай қырқып аламыз. Көрдіңіздер, 1 сантиметрден ақ болады. Бұл қолтық жақтар үлкен болу керек, шапқынға тіккенде нормальный киетін қолтықтар тартыруға болмайды. Сол себептен осылай қырқып алдық. Қазір мен бұны қалай құрастырамыз көрейік. Біздің проймамыз, қолтығымыздың асты проймамыз. Өшеден бетер
жайлап жылжытып көреміз. Міне көрсеңіз, міне былай келді. Мына жерден бізде 1-2 немесе 3 сантиметр артық болып тұрады. Бұл бізде сборкаға жиясыз. Көп артық болып кетсе, онда алып тастауға болады. Түсінікті болды ғой, иә? Міне мынаны мына жерден бастап сборкалайсыздар. Бұл жерде тағы алдын алуымыз керек, қыздар. Мына жерден тағы 1 сантиметр аламыз. Бұны да былай ойып аламыз. Міне алдыңғы жағын. Бұл алдыңғы жағы болады. 1 сантиметр мына жерден мінерге шейін. Міне осылай алып тастаймыз. Қазір бұны да қырқып көрсетемін. Міне мына жерге келгенше бүйтіп қырқып алып тастаймыз. Міне өте тамаша көрініп тұр. Көргендеріңіздей. Енді біз қайта көреміз. Міне мына жерден бастап тігіледі. Міне мінекей. Міне өлшеген кезде 2,5 сантиметр қалса, 3 сантиметр қалса да болады. Сіздер бұны не істейсіздер? Сборка жасайсыздар бүйтіп. Мынаяқтан айландырып тігіп, сборка жасап неғыздар. Егер мынау жең қатты кеңдеу болса, онда біз мынаны былай қоямыз да, қолтығының астын біраз ойып алуға болады бізге. 1 сантиметрдей ойып алсақ болады. Міне былай тұрған кезде, біз көрсетейін, міне қырқып көрсетіп жатырмын. Міне осылай көбірек ойып алыңыздар. Міне жеңіміз осылай әдемі шығады біздің. Бүйтіп қойған кезде сборкама немен әдемі болып бүйтіп тұратын болады. Енді міне қағаз болған екен көрсете алмаймын, бірақ кең болды. Егер жеңі қатты кең десеңіздер, онда сіздер мына жерден былай жеңнің қолтығының астынан да алып тастауға болады. Міне. Бірақ қатты кең болмайды, бұларды салып тіккен кезде. Міне осылай тұрады. Мынаның бәрі сборкаға кетеді. Тура осылай шапандап шесіздер. Енді шапанның алдына мына жерге планка қоямыз. Қыздар, планка қояр кезде мына мойны бар ғой. Енді мынаны өлшемді маған бір қыз берген. Мына өлшемнен біз тағы 1 сантиметр бүйтіп ойып алуға болады. Өйткені планка тігіледі, сол кезде слишком мойны қабатталып қалады. Міне мына жерден біз бүйтіп алып тастай салуға болады. Міне өте әдемі шықты. Мына алды мен арты, міне планкасын осылай 3 сантиметр алып, осы жерге былай тігесіздер. Міне тігілгеннен кейін мынау желкесінің арт жағына қарай тігіледі. Осылай қойып, артық жайын алып тастайсыздар. Бұны мен бар жоғы 3 сантиметр алдым. Мына өте кішкентай размер, бірақ өте тамаша шығады. Енді мына жерге өзіндерінің көкіректерін, бөксесі бәрін салу керексіздер. Міне планкамыз біздің бар жоғы 6 сантиметрдей планка. Қазір өлшеп көрейік. Одан жалпақ болса, о да болады, егер неғысаңыз. Менікі 6 емес екен, 7 сантиметр болып тұр. Тігісінен как раз 3 қалады.